Сәлем қыздар, бүгінгі сабағымызда капор тоқып үйренеміз. Ол үшін қажетті заттар: пух норкадан үшеуін біріктіріп тоқимыз, қосымша созылмайтын жіп және қысқартылған номері 4,5-дағы спициямен тоқымамызды тоқимыз. Ендеше бастаймыз. Мінекей үш жібімізді біріктірдік, қосымша бір жіп қосып алдық. Енді спициямызға 101 жіп теріп аламыз. Алдық. Енді осыны біріктіріп, круговой қылып тоқимыз. Жөндеп аламыз, өйткені айналып кетпес үшін. Видеода көрсеткендей соңғы жіппен бірінші жіпті екеуін аттаймыз. Сонда мына қосқан жері, біріккен жері байқалмай тұрады. Қалған жіптерімізді оң теріс қылып, 3 қатар круговой қылып тоқимыз, резинка қылып тоқимыз. Бір оң, бір теріс қылып. Солай 3 қатар тоқимыз. Резинка тоққан себебіміз, капорымыздың төмен жағы қайырылып тұрмас үшін солай резинка тоқып аламыз. Енді келесі кезекте барлығын круговой қылып, оң қылып тоқып шығамыз. Сонда бізге қажетті ұзындық 15 сантиметр болу керек. Резинкасымен бірге қосқанда. Қажетті 15 сантиметр тоқып алдық. Енді иегіне орын жасаймыз. Тоқымамызды бастаған жерден белгілеп қоямыз, осы жердің алды болады. Енді видеода көрсеткендей 9 жіп қысқартамыз. Иегіне негізі 15 жіп қалдыру керек. Ол былай плавно болып, домалақ болып шығу үшін келесі қатарларда қысқартамыз. Бірінші қатарымызда 9 жіпті қысқартып аламыз. Тоғыз жіпті қысқартып алдық. Енді желкесінен жіп қосып отырамыз. Спициямызда қазір 91 жіп болып тұр. Сол спициядағы жіпті екіге бөлгенде 45, екі жағындай 45. Бір жібімізді жан жағынан қосып бастаймыз жіпті. Мына бір жіптің, видеода көрсеткенде, мына бір жіптің жан жағынан жіп қосып бастаймыз. Сонда капорымыз арты 4 бұрыш болып тұрмайды. Капюшон сияқты домаланып әдемі болып шығу үшін осы желкесінен жіп қосамыз. Жібімізді оң жағынан ғана қосамыз. Теріс жағынан жіп қоспаймыз. Центріндегі бір жіпке маркер іліп қоямыз. Осы бір жіптің жан жағынан жіп қосып отырамыз. Спициямызды 101 жіп болғанша қоса береміз. Енді келесі кезекте қазір иегіне жіпті қысқартамыз.
Соңғы жіпті тоқымаймыз, жай спицияға кіргізіп аламыз. Бұл жер домаланып әдемі болып үшін осылай қысқартамыз. Видеода көрсеткендей соңғы жіпті алып аттаймыз да ары қарай теріс қылып тоқи береміз тоқымамызды. Мына екінші жерден де тура солай қазір қысқартамыз. Осы жерге дейін тоқимыз. Бұл жерде де соңғы жіпті тоқымаймыз. Тоқымамызды оң жағына аударамыз да алдындағы видеода көрсеткендей соңғы жіпті аттаймыз. Солай үш қатар қысқартамыз. Барлығы 15 жіп қысқару керек бұл иегінен. Енді оң жағынан қазір желкесіндегі жіпті қосамыз. Центрдегі жіптің маркермен белгілеп қойған жан жағынан былай көтеріп аламыз жіптің. Екі жіп қосып алдық. Соңғы жіпті тоқымаймыз. Теріс айландырамыз да тура алдындағыдай соңғы жіппен аттаймыз. Енді барлығын теріс тоқып шығамыз да келесі шетіндегі жіпті қысқартамыз. Бұл жерден де тура солай соңғы жіпті тоқымай аттаймыз да барлығын оң қылып тоқып желкесіндегі екі жіпті қосамыз. Екі жіпті жан жағынан қосып аламыз. Соңғы жіпті тоқымаймыз. Теріс аударамыз да алдындағыдай тура солай қысқартамыз. Енді осы қатарда ғана қысқартуларды жасаймыз. Одан кейін иегінен қысқарту жасамаймыз. Осы тәсілмен қысқартқаннан иегі домаланып әдемі болып шығады. Ал желкесінен жіпті қоса береміз. Барлығы специямызда 101 жіп болғанша қосамыз.
Спицыйымызда 101 жіп болды. Қазір сантиметрмен өлшеп көреміз. 26 сантиметр болды ені. Спицыйымыздағы 101 жіпті тоқи береміз енді. Ешқандай қоспаймыз. Тек осы оң теріс қылып тоқимыз да, мойыннан есептегенде 38 сантиметр болу керек. Сондай ұзындыққа дейін тоқимыз. Қапырдың ұзындығы 38 сантиметр болды. Енді тура және желкесінің центрін табамыз да қысқартулар жасаймыз. Центрдегі бір жібімізге осымен маркерді іліп қоямыз да, осы центрдегі жіптің жан жағынан бір-біріне қарап тұратындай қысқартамыз. Міне жібімізді былай аударып аламыз да, бір-біріне қарап тұратындай қысқартамыз. Қысқартуларды оң жағынан жасаймыз, теріс жағынан жай теріс қылып тоқып кетеміз. Мына қысқартуларды 8 рет жасаймыз. Сонда 16 жіпті қысқартамыз. Спицыйымызда толығымен 85 жіп қалу керек. Спицыйда 85 жіп қалды. Енді бұл жыпсан болу үшін бір жіпті бұлай қысқартып жібереміз. Барлығын қысқартып болдық. Енді мына спицыйдағымызды біріктіреміз да, төбесін трикотажный шовпен жабатын боламыз. Трикотажный шовпен жабу үшін кішкене ұзынырақ жіп қалдырамыз. Өзінің еніне сай бір 4 реттей өлшеп аламыз да. Ұзындау жіп қалдырамыз. Трикотажный шовты енемен жабамыз. Видеода көрсеткендей тура осылай жабамыз.
капырымыз дайын болды. Ал мына шнур өткізетін орынды қалай жасау керегін екінші бөлімнен көрсеңіздер болады. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, комментария қалдырып кетсеңіздер болады.